Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Бағизет. Достар, бізде бүгін жаңа видео. Біз бүгін каналдың атын толықтай өзгертіп боламыз және PicsArt'ты қалай дұрыс қолдану керектігін сіздерге үйрететін боламыз. Ал енді кеттік. Міне біз каналдың атын Баға Production деп жазып қойдық. Енді окейді басамыз. Каналдың аты өзгерді. Ал енді шығамыз бүйтіп. Так, PicsArt іздейміз. Қазір PicsArt'қа кіріп жатыр. Так, PicsArt'қа кірді. Енді мына плюсті басамыз, достар, бірінші. Мынаяқтан өзімізге керек фотолар таңдайтын боламыз. Фотоларды енді болмаса былай істесеңіздер болады. Создатқа кірмейміз, достар. Убрать хвост дегенді басамыз. Кауаш жерлерде бірдеңе болуы мүмкін. Керек еді. Достар, керек мынаяқтан таңдасаңыздар болады. Өздеріңізге керекті нәрсені. Фонда да яғни қара фон бар. Түрлі фондар бар. Егер мынаяқтағы іздеуді басатын болсаңыздар, стикерлер тұрады. Очень осындайлар бар. Тағы да толығырақ түсіндіріп кетейік. Қателесіп кеттім қазір. Мынау енді өздері керек жоқ нәрсе, общем. Бірақ бірдеңе бар сияқты еді. Фотолар қазір мақта фотоның атын жазуға іздейтін бар еді. Қазір көрсетем. Пауза қойып. Мына төбедегі іздейтін нәрсені басатын болсаңыздар, мынаяқта сіздерге Майнкрафт туралы шағып керек па, жоқ басқа туралы шағып керек па, міне осы жерде шығарып береді өзі. Мысалы, таңдайсыз, алдағы уақытшаға біз әшейін таңдадық. Бірақ мен қазір өзім таңдайтын боламын енді. Шапқамды әшімді көрсету үшін. Короче, кіреді өзі. Мынандайларда бар. Маяқтан да мынандай жерлер бар. Өзіңізге керектерін таңдайсыз, осы суреттердің арасынан. Керектерін таңдап аласыздар да шапка жасауды жалғастырасыздар. Ал ең бірінші мен өзім шапкамды жасайтын болсам, басам. Жай ғана маған таңдайтын болам. Қазір. Мен достар өйстіп кіреді. Бияқтан тым істеудің керек жоқ. Мынаяқтан екінші тұранды басасыздар. Өзі өйстіп кіретін болады. Қазір біз текст таңдаймыз. Баға Production деп жазамыз. Баға. Бұның бірдеңені ұмытып кеттім, достар. Шапканың өлшемін. Мынаяқтан шапканың өзінің өлшемдері тұрады. Осы жақтан таңдайсыздар. Қазір қалай қою керектігін де үйрететін боламын. Мен мысалы таңдаймын, қайсысын таңдаймын. Негізі шапканың өзін мынаяқтан ба біреуінен. Егер қазір білмейді. Шапканың пиксі деген бар ау, сондайды. Мынаяқта жазсаңыздар, Майнкрафт туралы болса 2048-де міне өйтіп жазасыздар. Одан кейін не туралы керек? YouTube баннер десеңіздер, мен ондай жоқ екен. Майнкрафт деп жазайық. Короче, мен Майнкрафт деп жазсаңыздар, өз пиксімен тауып береді сізге. Мысалы, сондай пиксі барлар, сондай шапкалар қоюға болатын, яғни мына осындай, короче. Так, тағы осылар ғана сондай өлшемде.
Мен мысалы таңдайтын болсам, мынаны бірден таңдай салайық. Қазір кіріп жатыр. Ой. Міне достар кірді. Line текстті енді жазып бастаймыз. Бақа дейміз, астына продюкшн жазамыз. Ой, бір. Короче, телефон үйсі қоғаны бар. Думал. Бақа продюкшн деп жаздық. Анау, мысалы, осы, мынау түсін таңдасаңыздар болады. Мысалы, мен дәл қазір қара түсті қылып істейтін болам. Қара түске қойдық. Төбедегі птичканы басасыздар. Бұрыштағы. Мына аяқтан өзіңіз білесіздер. Мысалы, мынаны басатын болсаңыздар, мына ақтың орнын өз толтырып беретін болады. Мысалы, мына аяқтан өзіңізге керек фотоны алсаңыз да болады. Міне достар. Болса мынау бар. Мынаяқтан любойын аласыздар. Бірақ мынаяқтан өзіңізге керек фон болса, мысалы мынандай ағыды өйстіп қойсаңыздар болады. Міне достар, короче осындай. Мені түсінсем. Короче осындай. Мыналармен өйстіп қойсаңыздар да болады. Бірақ керек жоқ, мен етпеймін. Сол сөйтіп өйстіп қоя саламыз да қасына стикерлер қоямыз. Ол үшін стикер таңдаймыз. Мынаға өзімізге керек, нелерді айтады, керекті сіздер жазатын боламыз. Мысалы, мен көбінесе қандай ойындар түсірем, түрлі ойындар түсірем. Сол үшін бірінші Майнкрафт деп жазамыз. Free Fire'дан басқасының бәрін түсірем, достар. Мысалы, мынаяқта Майнкрафттан. Егер Майнкрафт туралы түсіру керек болса, мынаны бүйтіп баса саламыз. Мына бүйтті. Мінекей достар, нөбеге алынды. Естіп қойсақ та болады. Ютубедегі птичканы басамыз, бұрышта тұрған. Одан кейін тағы да стикер. Достар, короче, мінекей мен өзімнің шапқамды дайындап қойдым. Бақа продюкшн. Осындай ең артымен сәндедім. Акула просто неге қойдым оны. Мен жақында бір ой түсірейін деп жүрмін. Акулаға байланысты сол себепті қойдым. Сондай ойындар түсіретін болам. Ал енді оны қою үшін не істейсіздер? Төбедегі басасыздар. Галереяға сақтап қоясыздар да шығып кетесіздер. Ал одан кейін сіздерге ютубты уақытшаға жоя тұруға кеңес берем. Мынаны үйсесіздерді өшіріп той саласыздар. Қазір Googleға кіреміз. Ё-майо. Нелерін алар. Қандасымыз дегендерді. Олсыңыздар айтпақшы uuu.youtube.com деген сайтқа кіресіздер. Хроммен кірейік. Сосын сіздер бұл компьютерлік версияға ауыстырасыздар. Қазір толық қосылбасын. Сізде сайт онша ұстап тұрған жоқ деп айтсам болады. Міне, короче, осылай болды.
Сөйтіп бұяқтан емес, мына жақтан мынаған кірулеріңіз керек. Баға продюшн деп тұр. Айтпақшы, сосын арнаңыз дегенді басасыздар. Яғни ол біздің каналымыз. Арнаны реттеу. Сосын шапканы басасыздар. Мына бұрышта қалам суретін бүйтіп баса саласыздар. Арнаны басқаша безендіру деген таңдайсыздар. Кіру керек қазір. Мына Pixar'тан жасаған суретімізді таңдаймыз. Қазір істеліп жатыр. Короче, өз фантазияңыз бойынша істейтін боласыздар. Қазір қойылу керек. Міне, короче, телевизорда қалай көрінетіні толық көрінеді, яғни ал кәдімгі телефондарда осылай баға продюшн деп жазылып тұрады, жай ғана. Ал мынау компьютерлерде осылай істеп көрінеді. Енді нақты автоматты түзету дегенді бассаңыздар болады. Бұл кішкене нормально береді. Міне мысалы енді мына өзгерді. Міне. Или өзгермеді ма? Білмеймін, короче. И таңдаудың басасыздарда міне біздің шапкамыз өзгерді. Баға продюшн деп. Ал достар, осылай шапканы те қоясыздар. Мынамен не жасайды екен? Баға мынамен достар, сіздер сторис жасайсыздар ма сондай? Мысалы қазір көрейік. Негізі өзім білмеймін, сторис жасай ма жоқ па. Заряд дұрыс істемей жатыр что-то. Бұл сондай поход достар. Ну, осымен, короче, айтпақшы достар, мен сіздерге бірдеңе көрсетейін. Бізге ол үшін не керек? YouTube Studio. Так, аналитикаға кіреміз. Айтпақшы достар, егер сіздер осы видеоға 35 лайк жинайтын болсаңыздар, мен сіздерге to be content дегенді қалай не істейтін, to be content дегенді қалай шығару керектігін көрсететін боламын. Қарапайым телефонмен. Ал мынаған қараңыздар қазір. Ұнату шамасында нормально достар, бірақ бізде жазылмай қарайтындардың саны 66%. Ал жазылып қарайтындар 33%. Достар, тіркелеміз. Егер сіздер қазір тіркелсеңіздер, осы 66% тіркелетін болса, біз достар қазір қанша мүмкін 600-700 подписчикке де жетіп қалатын шығармыз деген ой бар. Сол үшін достар, тіркеліп кетейік. Ал ендеше осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.